Мүмкін достар, сіздермен бүгін өте дәмді, ірімшікті жұмсақ нандар дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға құрғақ ашытқы, қант, тұз салып араластырамыз да үстінен сұйық май және жылы сүтті аз мөлшерден құя отырып, сәл ғана қолға жабысатын жұмсақ қамыр иілеп, ыдысымыздың түбіне сұйық май жағып, қамырымызды 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырымызға азғантай ұн себе өтіріп 4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай қолмен дөңгелетіп шығамыз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды тым қатты қалың, не қатты жұқа қылмай азғантай жайып алып, противенге салып, тағы да қолымыздың көмегімен жазып шығамыз. Видеодағыдай. Келесі нандарымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешке 7-8 минут қызарғанша пісіріп аламыз да, үстіне ірімшіктерін салып, тағы да 1-2 минутқа пешке салып аламыз. Ірімшіктері еріп пісіп тұрған нандарымыздың бетіне ыстық күйінде ерітілген сары май жағамыз. Осымен біздің ірімшікті нандарымыз дайын. Ас болсын!